Сәлем достар, жылдам әрі тез дайын болатын және де бір отырғанда желініп кететін песочный печенье дайындайтын боламыз. Ал сіздер бірден 2 порциясын дайындасаңыздар болады, себебі бір отырғанда қалай желініп кеткенін байқамай қаласыздар. Ал мен бастаймын, сіздер болсаңыздар менің видеома тіркеліп, видеомның соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып алатын боламыз. Және де осы майдың үстінен ұнымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластыра отыра үстіне сахарный пудрамызды саламыз және де бір жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен разрыхителімізді саламыз және де ванилинімізді салып, барлығын жақсылап осындай өте керемет қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды осындай кондитерский мешогымызға салып, өздеріңіз қалаған тістеріне ауыстырып алып, керемет осындай формада печеньелерімізді дайындайтын боламыз. Сәндік үшін мен осындай шоколадтарды қойып шықтым. Өздеріңіз қалаған орех немесе джем, вареньеларды бола береді. Ал енді достар, дайын болған печеньемізді қызып тұрған пешімізге 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл печеньелердің дайындалуы да пісуі де өте тез және де тез желініп кетеді. Сондай тәтті және де песочный міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кездескенше мен сіздермен осындай керемет рецепттермен тағы да қоштасамын достар. Сау болыңыздар. Ал сіздер менің мына рецептімді бағалап, астына пікірлеріңізді қалдырып, видеома тіркеліп кетіңіздер.